Microsoft Word негіздері, енгізулер. Бізде Microsoft Word бағдарламасымен жұмыс істеу барысында тек қана мәтін жазу емес, сонымен қатар қосымша бір элементтерді енгізу қажеттілігі туындауы мүмкін. Осы әрекеттердің барлығы бізде вставка бөлігінде жасырылған. Басып көрейік. Бізде бірнеше мүмкіндіктер бар. Олардың кейбіреулеріне біз тоқталдық, мысалы символдарды қосу бөлігіне. Енді осылардың ішінде негізгі сізге қажетті болған элементтерге тоқталайық. Ең біріншісі бізде страницы, яғни біз жаңа парақты қосу мүмкіндігіне ие боламыз. Бізде үш түрлі нұсқа бар. Біріншісі титульная страница дейді, яғни ең алғашқы беті. Басып көрсек, бізде бірнеше мысалдар пайда болады. Солардың бірін таңдауға болады, оларды өзгертуге болады. Бос бет, яғни біз қарапайым жаңа бет қоса аламыз. Басатын болсақ, міне біздің бетіміз қосылды. Немесе бір парақтардың ортасына жаңадан бір бет қоса аламыз. Біз бірден ағымдағы жазып атқан парағымыздағы мәтінді тоқтатып, жаңа беттен мәтінді жазуды жалғастырып кетеміз. Келесі мүмкіндік бізде кесте. Кестені мына жерде берілген мүмкіндіктер бойынша қанша бағана керек, қанша жол керек өзіңізді реттеп, бассаңыз бірден сол кесте парақыңызға түседі. Бұл бір мүмкіндігі. Екінші мүмкіндік, сіз вставить таблицу батырмасын басатын болсаңыз, автоматты түрде өзіңіз қанша бағана, қанша жол керек екенін таңдап, қосымша баптауларын жасап, окей батырмасын бассаңыз, сіздің кестеңіз түседі. Бұл кестемен жұмыс істейтін арнайы бет. Вставка бөлігіне қайтайық. Кестемізді алып тастау үшін Ctrl-Z батырмасын басып, әрекетімізді қайтарсақ болады. Осылайша алдыңғы сабақтағы алған білімдеріңізді қолданып отырыңыздар. Енді біз кестені сала аламыз. Егер сізге бір өте ерекше кесте, яғни оның ішіндегі элементтері басқаша орналасу керек болатын болса, олардың өлшемдері бір басқаша болатын болса, сіз өзіңіздің қалауыңызша кестені осылай құра аласыз. Кестені қосудың тағы бірнеше жолы, ол Excel бағдарламасынан кестені енгізу, немесе экспресс кестелер, яғни сізге алдын ала ұсынылған бір мысалды қолданып, соны үлгі ретінде пайдалану. Келесі бөлік бізде суреттерді қосу, яғни сіз өзіңіздің мәтініңізге белгілі бір суретті қоса аласыз. Оның екі нұсқасы бар, сіз интернеттен ала аласыз, немесе осы өзіңіздің құрылғыңыздағы бар суретті қолдану. Көрейік. Мысалға біз өзіміздің логотипімізді енгізейік. Суретіміз түсті. Көлемі тым үлкен болатын болса, суреттің жан-жағында бізде белгілі бір элементтер бар. Сол арқылы біз суретіміздің мөлшерін баптай аламыз. Және де кестенің арнайы менюі сияқты суретке арнайы формат рисунка деген қосымша меню ашылды. Осы жерде сіз суретіңізбен қосымша баптаулар жүргізе аласыз. Вставка бөлігіне қайтайық. Бізде келесі бөлік, ол әртүрлі элементтер мен диаграммалар. Мысалы фигураларды көрейік. Ішінде көптеген мысалдар бар. Мүмкін сіз мәтін жазып келетіп, бір бөлігіне осындай бағдарша қойғыңыз келген шығар. Дәл сурет сияқты оның мөлшерін баптауға болады, сонымен қатар бағытын бұруға болады. Формат фигуры арнайы мәзір ашылды. Осы жерде қосымша қажетті баптауларды енгізуге болады. Дәл солай басқа да әрекеттерді жасауға болады. Осының ішінде қосымша сізге қажет болуы мүмкін примечание бөлігі бар. Мәтіннің белгілі бір бөлігіне сіз мәтіннен тыс бір ескерту жасағыңыз келсе, примечание бөлігін басасыз да, мысалы менің атымнан белгілі бір ескертулер жазасыз. Мысалы, осы
абзац дұрыс емес деп жазайық мысалы. Демек, сіз осы құжатты басқа бір адамға берген кезде, сіздің ескертуіңіз негізгі мәтінге ешқандай да әсерін тигізбейді, алайда белгілі бір бөлігіне сіз өзіңіздің ескертуіңізді қалдырып кетесіз. Сонымен қатар, әртүрлі мәтіндік ақпараттар қалдыруға болады. Мысалы, word art элементін енгізуге болады, яғни бір ерекше стильде жазылған мәтін немесе қысқа сөз, өзіңізге ұнаған стильді таңдап, сол бойынша қажетті мәтінді енгізе аласыз. Пайда болған мәтінді өзгерте аласыз. Тағысын тағы. Қосымша, бұл жерде түрлі мәтіндік элементтер бар. Мысалы, уақыт пен мезгілді енгізуге болады. Түрлі форматта, өзіңізге қай формат ұнайды, сол формат таңдап бассаңыз, сіздің таңдауыңыз мәтін түрінде сіздің құжатыңызға енгізіледі. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болатын болса, келесі сабаққа өте беріңіз.